Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Баршаңызды күллі мұсылманның ең ұлық мерекесі Құрбан айт мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 11-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан құрама командасының Армения және Азербайжан командаларымен өткізген жолдастық кездесулеріне байланысты чемпионатымызда 2 аптадай үзіліс болған еді. Сол сияқты қазіргі уақытта Германия елінде футболдан Еуропа біріншілігінің финалдық кезеңі өтіп жатқанында айта кетейік. Ол өткен жұма күні, яғни 14-ші маусымнан 15-ші маусымға қараған түнде Германия-Шотландия матчымен басталған болатын. Кәрі құрлықтың 24 үздік командасы қатысып жатқан бұл дүбірлі футбол додасы бір айға дейін созылып, чемпион команда 15-ші шілдеде жоспарланған ақтық матчта анықталатын болады. Енді ішкі чемпионатымызға оралсақ, 11-ші тур ойындарын 15-ші маусым күні Қарағанды қаласында өткен жергілікті Шахтер мен Атырау командалары арасындағы матч ашты. Бұл ойында қонақтар мықтырақ болды, ал алаң иелері әрине берілгілері келмеді. Шахтер бірінші болып 13-ші минутта гол да салған болатын, бірақ оны төреші VAR-дың көмегімен есепке алмады. Ал 24-ші минутта Атыраудың португалиялық ойыншысы Педро Эуженио айып соққысын әдемі орындап есепті 1-0 қылады. Бірінші таймның соңында бірінші голдың авторы Эужениодан пас алып, Наурызбек Шагоров есепті еселейді. Бұл гол VAR арқылы қаралып, тексерістен кейін ғана есепке алынды. Ойынның соңына қарай Атыраудың белорусиялық капитаны Игорь Стасевич Шахтердің айып алаңында білгенін жасап, командасының 3-ші голын салды. Қорытынды есеп 0-3 Атыраудың ірі жеңісі. Қостанайда жергілікті Тобыл Алматылық Қайрат командасын қабылдады. Бұл командалар туралы айта кететін жайт, Тобылдың бас бапкері сербиялық маман Милич Чурчич қызметінен кетіп, Қайратпен болған матчқа Тобыл командасын оның аңызы Нұрбол Жұмасқалиев дайындаған болатын. Ал Қайратқа естеріңізде болса, бас бапкер болып ресейлік Зенит командасының кезіндегі атақты футболшысы Александр Кержаков келген болатын. Бұл оның жаңа қызметтегі екінші ойыны еді. Ойын тартысты өтті. Екі жақта да гол салатын мүмкіндіктер болды. Дегенмен сол мүмкіндіктердің біреуі ғана сәтті аяқталды. Ойынның 31-ші минутында Тобылдың сербиялық футболшысы Игор Иванович Қайраттың қақпашысымен 1-1 шығып, одан айласын асырып кетті. Кержаковтың Қайраттағы бірінші жеңілісі, ал Жұмасқалиевтің бапкерлік дебюті сәтті басталды. Қорытынды есеп 1-0. Қызылордада жергілікті Қайсар түркістандық Тұранды қабылдады. Ойын қызықты өтті. Алғашқы минуттарда Тұран командасының қақпасына белгіленген пенальтиді Қайсардың белорусиялық футболшысы Дмитрий Бородин сәтсіз орындады. Осыдан кейін ойынның 12-ші минутында Тұранның ресейлік шабуылшысы Артем Архипов ойындағы есепті ашады.
Ал Кайсар есепті 31 минутта теңестірді. Гол салып көзге түскен белорус Валерий Громыко болды. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Жексенбі күні, яғни 16 маусымда Талдықорған қаласында жергілікті Жетісу астаналық Жеңіс командасын қабылдаған болатын. Бұл ойын драмаға толы болды. Алғашқы минуттарда қарсылас командалардың екі ойыншысы Жетісудан Антон Шрамченко және Жеңістің қорғаушысы Беньямин Ертстранд топқа талас кезінде бір-бірімен соқтығысып жарақат алды. Ойында біраз үзіліс болды. Ақырында екі ойыншы да алмастырылып алаңнан кеткен болатын. Матч фавориті Талдықорғандық Жетісу болса да, ойындағы есепті бірінші таймға қосылған қосымша уақытта жеңіс ашады. Гол авторы астаналық шабуылшы Владислав Прокопенко болды. Жетісу есепті 83 минутта ғана теңестіре алған еді. Асхат Балтабековтың басынан кейін гол салып көзге түскен бразилиялық футболшы Чарлстон болды. Төрт минут уақыттан кейін астаналықтар тағы да есепте алға шығады. Гол авторы командаласының пасын шебер пайдаланған грузиялық ойыншы Иракли Бидзинашвили. Дегенмен алаң иелері берілмеді. Матчтың аяқталуына санаулы секундтар қалғанда Жетісудың 7-ші номерлі тәжірибелі ойыншысы капитан Серікжан Мұжықов бұрыштама соққысын орындайды. Жеңістің айып алаңына командасының шабуылын қолдау үшін Жетісудың қақпашысы Сиукаев Арсенде келген еді. Және осы қақпашы әуелеп келген допты басымен командаласы Чиканчиға әдемі шығарып береді. Ал Максим мұндай мүмкіндікті мүлт жібермеді. Қорытынды есеп 2-2 ойын тең аяқталды. Астана аренадағы жөндеу жұмыстарына байланысты қарсыластарын Алматыда қабылдап жүрген елордалық Астана командасы Шымкенттік Ордабасымен кездесті. Ойын қызыққа толы болды деп айта алмаймыз. Командалар сақ ойнағандай көрінді. Сондықтан болар ойында жалғыз ғана гол соғылды. Оның өзі 77 минутта орын алды. 71 минутта алаңға тыңнан шыққан Ордабасының шабуылшысы Еркебұлан Тұңғышбаев командаласы Сағадат Тұрсынбайдан өзі пас сұрап алып, басымен соғып әдемі гол салды. Қорытынды есеп 0-1 Шымкенттік Ордабасының минималды жеңісі. Астана Ордабасы матчымен қатар бірдей уақытта Семейде жергілікті Елімай мен Ақтөбе командаларының арасындағы матчта өткен болатын. Көрерменге лық толған Спартак стадионындағы бұл футбол ойыны өте қызықты өтті. Әрине нейтралды көрермен үшін, өйткені матч тең нәтижемен аяқталған болатын. Ал ойын барысына қарайтын болсақ, екі команда да тек қана жеңіс үшін ойнағандай. Матч басында алаң иелері ойын тізгінін өз қолдарына алған болатын. Дегенмен шабуыл барысында сәтті ойнаған Ақтөбе командасы ойынның 25-ші минутында есеп ашады. Алыстан теуіп гол салған Ақтөбенің Гаитидан келген легионері Жан Жайро болатын.
Бірінші таймның соңында Елімайдың белорусиялық футболшысы Никита Корзун Дмитрий Шампоның пасын голға айналдырды. Екінші таймда бірінші голдың авторы Жанжайроны алмастырған Максим Самородов Ақтөбе командасын тағы да есепте алға шығарды. Жанкүйерлерінің алдында намысқа тырысқан елімайлықтар 86 минутта есепті теңестіре алды. Гол авторы бразилиялық футболшы Майкон. Қорытынды есеп 2-2 командалар ұпай бөлісті. Енді назарларыңызға 11-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Көш басына әзірге Ақтөбе мен Шымкенттік Ордабасы командалары жайғасты. Оларда 19 ұпайдан бар. Бір ойыны артық Қайрат командасы 18 ұпаймен 3-ші орында. Ал көш соңында 7 ұпаймен Шахтер командасы келеді. Оның бәсекелестері Тұран мен Жеңіс командалары осы турда бір-бір ұпайдан иеленген болатын. Сұрмергендер тізімінде осы турда гол салып көзге түскен еліміздің құрама командасының ойыншысы ақтөбелік Максим Самородов жеке дара көш бастады. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 11-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 12-ші тур ойындары бір аптадан кейін, яғни 22-ші және 23-ші маусым күндері өтеді. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.